Өзің жасың қаншада? 8,5-да көке. Урмайып. Урмап. Еніңе айт, құтырмай жүрсің. Егор яқпен. Жама. Жауын бесті. Мама деймін ба? Мама шағып өтсен. Не дейді мама? Тамақ жеміз дейді. Қандай тамақ? Манты. Манты жемейме. Не жесен? Чахомбе дейді. Чахомбе дейді. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Бүгін біз депутаттар жайлы әңгіме айтамыз. Депутаттар өте нәзік жәндіктер. Олар Қазақстанның көп жерінде кездеспейді. Тек қана бірақ жерде, парламент қорығында кездеседі. Олар Қазақстанда саны өте аз, 77-ақ. Сондықтан олар қызыл кітапқа енген. Оны Қазақстанның заңы қорғайды. Ал енді басты сұрақ, олар немен қоректенеді? Олар халықтың ақшасымен қоректенеді. Сонымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталуда. Келесі бағдарламада доллармен қоректенетін әкімдер жайлы әңгіме. Құрметті көрермендер, сонымен сіздермен бірге бүгін әрине абайлаңыз телебағдарламасы және де бүгінгі біздің телебағдарламамызда Қазақстанға белгілі топ әншілер Дауыс Интернешнл. Дауыс Интернешнл ма? Иә. Сүйретке түсем бола ма? Болады. Қыздар. Өзім істейші енді мақына? Әдем бұл. Рахмет қыздар, керемет. Орындарыңызға жайғасаңыздар. Қош келіпсіздер қыздар, алдымен. Қош. Сіздердің әрине есімдеріңізбен танысып өтсек. Есімдеріңіз? Айжан, Света, Дина. Гаухар ба? Кім? Гаухар. Анау, қаһарман дегенде. Иә. Керемет. Жалпы барлықтарыңыздың аттарыңыз қазақша. Ал неге сіздің атыңыз қаһарман дегенде ха емес, ал Света? Менің атым Света, ол былай болған. Мені мамам радиомда босанайын деп жатқан кезде Света шықпауы деге Света дей саған. Жалпы. Тек. Абай кім? Сіз неге абай дедіңіз? Мен айбай дедім. Қыздар, жалпы осы сіздерді әншілік өнерге бет бұруға кім итермеледі? Қандай сұрақ қоясыз? Итермелеген еш? Семья болған кейін болады ғой енді? Сұқтап кет. Жалпы, қыздар, қазақ өте ырымшыл халық. Осы сіздің ұлыңыз босанса атын кім деп қоясыз? Менің негізі атым Светпен байланысты. Менің балам Светпен байланысты болсын, мен счетчик қояйын деп атым балам. Сұмырай, екі күн болды мен отырғаныма. Сұмырай, сендер не отырсыңдар, беттерің бұлши болды, шынды қыздар. Қызық ақын көріп отырсың, мамамыз ғой. Бір метр дизайнерге апарып берген, тіккендірін қарап. Өлі, бір метрге бір өзін сүймейсіз, жарты метрге балам екеуміз сүйіп отыр ғой. Екі күн болды мен артып отырғаныма. Мақмалап ше, жүріңізші мұнда. Атып атыр. Қыздар, уайымдамаңдар. Жоқ, атпаймыз. Уайымдамаңыздар. Жалпы, тағы да Света, сізге сұрағым келесі. Балаңыз қанша айлық? Өлі, айлық несі 2 жаста. 2 жаста. Ал оны осы уақытқа шейін қалай сақтап жүрсіз? Сонда проблема бұл счетчик па? Магнит қойып қойып болды, өспейсіз, жата береді.
келесі сұрағымыз сіздерге. Мынау үшінші сұрағымыз. Осы сіздерді дискотекада өте тамаша, өте жақсы билейді дейді ғой. Сол рас па? Содан бір кішігірім үзінді көрсеңіздер. Жақсы билейміз біз, а? Көрсетіңіздер. Үш көп қатты билейміз. Ал қарттармен, счетчик давай, счетчик давай. Свежий выход. Не болды? Қаш, абай, тағана магниті. Свет десең контрольге тық қоймай. Жарнама. Орбит! 300 қоян жүрпен күнгірі түсіп кетті. Үші күлмейді қомарыз? Давай керісінше көрейік. Орбит! 300 қоян жүрпен күнгірі түсіп кетті. Қоян түсіп кетті, да? Күлмейді қомарыз? Қоян жүріп түсіп кетті. Есеп тұрсың ба? Жарнама айтқан? Қандай жарнама? Қоян тұра? Қоян? Қоян мен орбиттің не қатысы бар? О негізі 300 қоян жүріп кетті, бір үңгіре түсіп кетті. Қазақстан 2030 деп айтсың, орбит дейді. Орбит. Тағы айтады. Рахмет. Керек емес, ойнамайсыңдар. Не үшін? Біз солай шештік. Солай шештіңдер ма? Тоқта. Керек. Марс, сен ойнамайсың, Абзал қала бер. Тоқта. Қалай Абзал қалады, сен Марс ойнамайсың? Мынау сендермен 4 жыл ойнады ғой? Мен қоямын, мен кеше келдім, мен бүгін кетем. Мақсат, солай шештіңдер ма шынымен? Барш, кеч, ойнамайсыңдар. Керек емес. Қажеттерің жоқ. Ойнамайсыңдар. Ойнамайсыңдар. Неге сонша шықпайсың, құты қыз? Қанатым қаттым ойнайм бос. Марсты ойында қос, құты қыз. Мақсат қолыңды сос. Марс ойнамаса ойнамасын, ал мен сендерге ойнайыншы қос. Жігіттер, тоқта. Енді шешіп алайық. Қабылдаймыз ба? Жігіттер, біріміз қазақ, біріміз Максим болып бөліспейік. Қабылдаймыз. Ура, қабылдады! 300 қоян жүріп кетіп бір түсіп кетті. Орбит! Не десең екен, не десең, тыңдамай кеттің, не десең, өмірге әкет түсінбе, ойынды қоймай кеттің сен. Неге сен ойлайсың ба, жаным, ойлайсың ба, балалық сезімге бойлайсың ба, өмір саған жаным сұрайды ма, қуайды ма, тағдырым мұңайды ма? Привет, Казахстану! Играйте в Жайдарман.